Көп адам YouTube бастағысы келеді, бірақ бастамайды. Неге? Өйткені ойлайды, маған камера керек, маған қымбат микрофон керек, маған компьютер керек, студия керек. Сосын күтеді бір ай, бір жыл, кейде бірнеше жыл. Бірақ шындықты айтайын ба? Қазіргі телефондардың күші бұрынғы камералардан да мықты. Және дәл қазір тек телефонмен толық YouTube канал жүргізуге болады. Видео түсіруге болады, монтаж жасауға болады, обложка жасауға болады, SEO жасауға болады, видео жүктеуге болады, аналитиканы да қарауға болады. Яғни толық жұмыс істеуге болады. Бүгін осы видеода мен саған телефонмен YouTube канал жүргізудің толық жолын көрсетемін. Телефонмен практика жүзінде. Егер сен менде техника жоқ деп жүрсең, бұл видео саған. Кеттік, экранымызды ашып алайық. Экранымызды аштық, қазір келді. Ең бірінші осыны түсініп алайық. Телефон жеткілікті ме? Жауап иә, толық жеткілікті. Бірақ бір шартпен, телефонның болуы жеткіліксіз. Сен оны дұрыс қолдануың керек. Көп адам жақсы телефон ұстап жүр, бірақ жаман видео түсіреді. Ал кейбір адамдар орташа телефонмен өте жақсы контент жасайды. Айырмашылық қайда? Техникада емес, түсінуде. Мысалы, жарық, міне көрсетейін. Жарық, кадр, дыбыс, монтаж. Міне негізгі нәрсе осы. Телефон тек құрал, нәтиже қолданушыға байланысты. Осыны ұмытпа. Екінші, тағы бір телефонмен қалай дұрыс түсіру керек деген сұрақ. Ең бірінші қате алдыңғы камера. Көп адам селфи камерамен түсіреді. Мысалыға былай. Мына экранға сіздерге көбейтейін, үлкен болайын. Міне, мысалға телефон алады, камерасымен YouTube-та ашып, өзінің плюсын басады да, міне экранға түсіреді. Өзінің алдыңғы экранына түсіреді. Бұл дұрыс емес. Кеттік. Мына телефонды әдейі сіздерге жеке қойып жатырмын. Не үшін екенін. Екінші нәрсе, енді алдыңғы камераны қолданбаймыз, артқы камераны қолданамыз контент түсіруге. Енді көлденеңінен де, тігінен де болады. Тігінен ұстасаңыз шортс, көлденеңінен ұзын видео. Екінші нәрсе линзаны сүрту. Бұл өте қарапайым, бірақ өте маңызды нәрсе. Көп адамның видеосы бұлыңғыр, себебі линза лас. Үшінші нәрсе жарық. Егер жарық дұрыс болмаса, қымбат камерада көмектеспейді. Терезе алдында тұр. Табиғи жарық қолдан, немесе ring light. Менің қолданып жатқан нәрселерім, осы нәрселерді қолдану керек. Жарық бетіңе түсу керек сенің, артыңнан емес. Төртінші нәрсе, телефонды тұрақты түрде ұстауымыз керек. Яғни стабилизация. Қол дірілдесе көрерменге ыңғайсыз. Мүмкіндік болса, трипод қолданған дұрыс. Болмаса, телефонды бір жерге тұрақты жерде қойып қою керек. Тұрақтылық маңызды. Дыбыс бәрінен маңызды. Көп адам видео сапасына көп қарайды, бірақ шындық көрермен видео сапасын кешіреді. Жаман дыбысты кешірмейді. Сенің видеоң 4К болсын разрешениясы, бірақ дыбыс нашар болатын болса, адам шығып кетеді. Сол үшін тыныш жерде түсіру керек, желден сақтану керек, эхо болмау керек, телефонды аузыңа жақын ұстау керек. Мысалға, менің микрофоным секілді. Микрофон болса жақсы, болмаса да проблема емес. Бірақ дыбыс анық болу керек. Бұл өте маңызды. Телефонда монтаж қалай жасау керек? Монтажды қазір телефондағы барлық приложениелермен жасай бересіз. Мысалға, CapCut. Міне, CapCut'ты ашасыз приложениемен. Осы жерде монтажыңызды жасай бересіз CapCut'та. Өте ыңғайлы, жеңіл, жылдам, жаңадан бастағандарға өте жақсы. Екінші альтернатив VN Video Editor деген. Кәсіби көбірек мүмкіндігі бар. CapCut'тан қарағанда шамалы қиындау, бірақ оңай, түсінуге болады, жасап кетуге. Енді үшінші альтернатив ол KineMaster. Көп жылдан бері мықты қосымша. Монтаждан не істеу керек? Артық жерді кесіп тастаймыз, пауза қалдырмаймыз, бос жер қалдырмаймыз, темпті сақтаймыз. Видео жылдам әрі қызық болу керек. Бесінші бөлім обложканы қалай жасаймыз? Обложка жасауда оңай қазір. Мен мына жерде обложка жасау үшін, мысалға ChatGPT-ді қолданамын. Экранды ашайын қазір. Міне телефоным қазір сіздерге көрсетіп отырмын. Дәл осыны көрсетіп отырмын мен сіздерге. Дәл осы жерге мысалға обложка жаса. Бір команда бересіз, жеткілікті болды. Обложканы қазір өзі телефон жасай береді. Ешкім, енді thumbnail нашар болатын болса, өйткені видеоңызға ешкім кірмейді сіздің.
Telefondan thumbnail жасауға болады. Мынаны көрдіңіздер. Обложканы қазір ChatGPT-ларыңыз, Gemini-ңыз барлық жасанды интеллект жасап береді. Не маңызды? Үлкен текст, түсінікті сөз, контраст, эмоция, бет әлпет, мысалы, қате, маңызды, өтпей жатыр деген сияқты сөздер қолданылу керек. Мен қазір мына ChatGPT-ға түсіндіріп қойғам алдын ала, қалай жасау керек екен, сол бойынша маған обложка жасап беріп жатыр қазір бұл. Көп адам SEO деген нәрсені қиын көреді. Бірақ ол қарапайым. Бірінші, title, ол видеоның атауы, адам іздейтін сөздер қолдану керек. Екінші, description, яғни сипаттамасы видеоның. Видеоның ішінде не бар, соны жазу керек. Қазір міне обложкамыз дайын болып қалды уже біздің. Көрсетіп жатыр экранда сіздерге. Description'да видеоның ішінде не бар, соны туралы осыған да бір пример келтіріп кетеміз. Үшінші, тег, яғни тегтер, дұрыс тегтер қою керек. Көп емес, дұрыс тегтер қою керек. Төртінші, хэштег. Мысалы, YouTube контент қаралым, яғни видеоңызға қатысты. Бұның бәрін телефоннан жасауға болады. Міне, оған бір мысал, дәл қазір сіздерге осы видеода жасап берейін. SEO жұмыстарын жаса. Ой, кетті, жасып болып кетті, бірақ дәл сондай жасайды сіздерге қазір. Неқа қойып қоя салайын. SEO жұмыстарын уже пакетімен маған жасап жатыр қазір. Видеоны қалай жүктеу керек енді? Көп адам жай видеоны аплод жасайды, яғни жүктейді тек. Бірақ стратегия керек. Видеоны жүктеген кезде title дайын болсын. Мысалға міне экранда тұр. Title жазып берді қазір. Thumbnail дайын болсын. Обложкамыз дайын біздің. Міне жоғарыда обложканы скачать етіп аламыз, телефонымызға сақтаймыз. Ары қарай YouTube-қа қоя саламыз қазір. 1 минут көрсетемін. Одан кейін description сипаттама жазып бердім мына жерге ChatGPT. Видеома қатысты. Audience setting, яғни аудиторияңызға қатысты настройкалар жасап қоясыз. Плейлистке міндетті түрде қосасыз видеоны. Категорияны дұрыс таңдауымыз керек. Көрінбейтінді, яғни бірінші жүктеген кезде көрермендерге көрінбейтін, кейіннен көрінетін қылып қою керек біз. Бұл ұсақ нәрсе сияқты, бірақ өте маңызды. Өйткені YouTube видео жүктегеннен кейін оны тексереді бірінші. Оның авторлық құқығы бар ма, дұрыс қолданылған ба, дұрыс контент ба, бәрі тексереді. Одан кейін бәрі дұрыс болатын болса, сізге уведомление береді. Яғни видеоңды шығаруға болады деген сияқты. Сол нәрсені істеу керек. Енді тағы бір бөлім аналитикаға қарау. Көп адам видео салады, болды. Қарайды, күтеді, бұл қате. Сен анализ жасауың керек. YouTube студионы аш, қара. CTR қанша пайыз, retention қанша, қай жерде адамдарға шығып жатыр, қай уақытта аудитория активный. Бұл өте маңызды. Өсу осында. Телефонмен толық канал жүргізуге бола ма? Қысқа жауап, иә, толық болады. Қазір мен бір пример келтіремін сіздерге. Толық болады. Түсіресің, монтаж жасайсың, thumbnail жасайсың, SEO жасайсың, аплод жасайсың, анализ жасайсың. Бәрі телефонда болады. Көп адам дәл осылай өсіп жатыр. Бастысы техника емес, тұрақтылық. Контент, сапа, жүйе. Қорытынды. Егер сен әлі күтіп жүрсең, күтпе. Камера күтіп отырма, компьютер күтіп отырма, идеал жағдай күтіп отырма. Телефоның бар ма? Бастауға жеткілікті. Бастау ең қиын қадам. Бастасаң үйренесің, өсесің, дамисың. Ең маңыздысы қазір бастау. Пікірге сен YouTube-ты телефонмен жүргізіп жүрсің ба? Сол туралы комментарийға жаз. Не істейтіндеріңді көрсетейін қазір. Келесі видеода кездескенше. Қазір енді сіздерге бір пример келтірейін. Мен өзім бір тексеріп алайын. Телефоным тұрғанын. Міне телефоным дәл сіздерде экранда көрініп тұр қазір. Енді мысалға мен мынаны өзіме бірінші жүктеп алам. Экраныма сақтап алам. Бір видеоны жүктеп көрсетем сіздерге. И анализін қалай жасау керек екенін көрсетем. Мысалға видеоның атауы дейді. Мысалға мына жерде телефонмен видео жүктеуге деген мысалға көшіріп алам. YouTube-ымды ашам. Мысалға, енді қарапайым бір мысал. YouTube-ты ашамыз. Видеоны плюс дегенді басып, видео жүктейміз. Бейне. Мысалға, мына жерде бір видеоны алайық. Пример ретінде. Мысалға, қазір нәрсені сабатырым. Келесі видеоны жүктейсіздер. Ары қарай келесі видеоны жүктегеннен кейін мынандай нәрсе шығады сіздерде. Обложка деген жерге, мысалға, обложканы қойсаңыз болады. Енді мына жерде шортс болып кетті. Шортс емес, ұзақтау видео қалай түсірген екен мен. 32. Бір ұзын видео керек бұған.
мына жерде менде ұзын видео жоқ сияқты, дайын емес сияқты. Міне ұзын видеолар бар менде. Қазір шығады. Міне 9 минуттық видео шықты. Мысалға, мына видеоны жүктейміз. Енді өзіңіз алдын ала видеоңызды дайындайсыз. Міне сол кезде сізде мынандай нәрсе шығады экраныңызға. Сол кезде жаюды басасыз, көру рұқсаты. Міне видеоңыз бірінші жүктеген кезде көрінбеу керек. Баршаға ашық дегенді тұратын болса, бірден видеоңыз сізге шығып кетеді. Сондықтан жеке немесе жасырын дегенге қоямыз бірінші. Немесе жоспарлаймыз. Алдағы уақытта, мысалға, ертең емес, мысалы 17-сіне шықсын, сағат 3-те кешкі. Осылай уақытын жүктеп қойсаңыз болады, немесе жеке, яғни жасырын, сілтемесі бар адам ғана көре алады, немесе жеке, сіз таңдаған адамдар ғана көре алады. Жекеге қоямыз, бірінші жүктеп аламыз видеомызды. Одан кейін аудиторияны көрсетеміз. Балаларға арналмаған менің аудиториям, өйткені сіздер өз аудиторияларыңызды таңдайсыздар. Енді мына жерге видеоның аты біз жаңа жоғарыда жүктеп алдық, көшіріп алдық, видеоның атын қойдық. Енді сипаттама. Сипаттамаға келеміз, ChatGPT-мізді ашамыз. Мына жерде сипаттамасын жазып берді бұл. Толық барлығын бүйтіп сипаттамасын зызық еткізіп көшіріп аламыз да, сипаттамасын қоямыз. Міне. YouTube'да телефонмен де YouTube каналды оп-оңай жүргізуге болатын сіздерге көрсетіп жатырмын. Сипаттамасын жаздық. Ары қарай локация, егер керек болатын болса, мысалға Түркістан, ойнату тізімдері. Плейлистті алдын ала создавать етіп қоясыздар. Ол приложениемен де, YouTube'мен де, видеомен де болады негізі. Менде екі плейлист бар. Мысалы, екеуіне де қойдың деп есептеңіз. Екеуіне галочка қоясыз, мысалға былай. И дайын дейсіз. Екі плейлистке қойылды. Видео ақылы ма, яғни видеоңызда реклама бар ма, сізге біреу ақша төлеп жатыр ма видеоңыз үшін? Я жоқ екенін көрсетесіз. Мен жоқ, маған ақша төлеп жатқан жоқ ешкім. Серіктестер, егер басқа бір каналыңыз болса, екінші каналыңыз болса, осы жерде шақырып кетсеңіз болады. Мысалға, мен Мәкедев деген екінші каналым бар. Осыны іздеймін осы жерден, шықты. Мәкедевті аналитикасын бірге көруді рұқсат берем, сілтеме жасау дегенге рұқсат берем. Көшіріп алам да, дайын дегенді басам, болды. Менің серіктесіме екінші каналыма шақырту кетті. Ол қабылдаса, екі канал бірге шығып отырады. Пікірлер қосулы, маған басқа көрермендер жазсын, пікірін бейне мен аудиодан ремикс жасауға рұқсат ету. Сіздің видеоңызды басқалар қолдансын, оған рұқсат беріңіз, ешқандай проблема жоқ. Қайта сізге плюс, сіздің видеоларыңызды басқалар көреді, ашады деген сөз. Енді ақылы дегенді жасадық, серіктестер жасадық, өзгертілген контент және тегтер. Егер видеоңызда жасанды интеллект арқылы болмаған нәрсені болды деп көрсетіп, немесе біреудің жүзін қолдансаңыз видеода, өзгертілген контентке иә дегенді қоясыз. Өйткені мына жерде жазылып тұр. Шынайы адамды ол айтпаған сөзді айтқандай, немесе істемеген әрекетті істегендей етіп көрсету. Бұл ияны белгілеу керек. Нақты оқиғаның немесе орынның бейне жазбасы өзгертілген болса, иә дегенді белгілеуіңіз керек. Іс жүзінде болмаған, бірақ шынайы болып көрінетін құбылыс ретінде, яғни солай жасалған болатын болса, контентіңіз ол кезде де ияны қоясыз. Бұл YouTube-тың міндетті шарты сізге қойған. Жасанды интеллектті қолдану барысында. Енді мен бұл видеоны өзім жасағандықтан, өзім түсіргендіктен жоқты белгілеймін, міндетті түрде. Ары қарай теги. Тегиді біз ChatGPT-ға жаздырдық. 500 тег жазып берді маған. Осы тегті аламын, көшіремін да, мына жерге кеп тегтерге тастай салам. Болды. Міне YouTube-та бүкіл тегтерді өзі жазып берді автомат түрде. И сипаттама деген жерге қайттан келсек, сипаттаманың ең астына, мысалы getch деп, мына жердегі ChatGPT-дағы хэштегтер бар. Осы хэштегтерді алсаңыз болады. Енді алдын ала бұл ChatGPT-мен бірінші сөйлесіп аласыз сіз. Мен осындай нәрсе істегім келеді, маған осындай SEO жасап бер, осындай нәрселер болсын, ішінде сипаттама болсын, ішінде 500, мысалы 5-6 тег, хэштег болсын, барлық нәрсесін осылай бірінші алдын ала сөйлесіп аласыз ChatGPT-мен. Сөйтесіз де видеоңыздың атауын бересіз, болды. Сол видеоға қатысты ол бүкіл нәрсені өзі істеп береді сізге. Мысалға телефонмен дәл өйстіп, міне, ары қарай жүктеп салу деген кнопканы басасыз, болды. YouTube каналыңызға кетті видео. Мысалға мен қазір өшіру, енді бұны жүктемеймін мен. Енді аналитиканы қалай көреміз телефонда? YouTube Studio деген приложениеге кіреміз. Аналитика барлығы осы жерде көрсетіліп тұр. Мысалға контент, өзіңіздің контенттеріңіз жоспарланған,
мысалға жоспарланған болса, түрі бейнелер жоспарланған керек жоқ мысалға. Осы жерден барлық настройкаларын жасай бересіз. Қандай видеоларды көргіңіз келеді, өзіңіздің контентіңіз бәрін көре аласыз. Аналитикаға келесіз. Аналитика өте маңызды нәрсе. YouTube каналды жүргізгенде аналитикаға қарап отырасыз. Видеоңыздың сапасы қалай болып жатыр, қалай қаралым болып жатыр, лайк, комментарий барлығы. Енді видеом ұзап кетті, оны түсінем. Соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет сіздерге. Аналитиканы зерттеп отырыңыз. Бұны да алдыңғы видеода мен айтып кеттім, Ask Studio деген нәрсе шықты. Өзіңіздің каналыңызды полный аналитикасын жасап береді. Мен мына жерден зумды тоқтата салам, өйткені зуммен жасап жатырмын қазір экранды сіздерге. Мына видеода мына жасанды интеллект деген, мына YouTube студиоға жаңа AI келді. Мына видеоны ашып толық көріп шығыңыздар. Ішінде осы AI туралы, өзіңіздің каналыңыз туралы анализ жасатып ала аласыз. И комментарияларыңызды полный оқып тұра аласыз. И не туралы айтып жатыр, сосын қандай видео, алдағы уақытта қандай видео жасағыңыз келеді, соған идеяларды да сұрасаңыз болады. Менің каналым осы YouTube'да қазақша контенттерді дамыту, YouTube'ты дұрыс жүргізу, YouTube'ты дамыту мақсатында болады. Осы каналға тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп алыңыз. Барлық нәрсені сіздерге тегін және өзім тексеріп көріп қана сіздерге айтып беретін боламын. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болыңыздар.